Сәлеметсіздер ме, балалар? Әдебиеттік оқу пәні 4-ші сынып. Ғарышқа саяхат бөлімі. Сабақ тақырыбы не ауыр, не жеңіл. Балалар, алдыңғы тақырыпта айтып кеткендей, Юрий Алексеевич Гагариннің «Ғарышқа сапар» деген оқулық кітабынан мәтінін оқитын боламыз. Ол мәтіннің аты «Не ауыр, не жеңіл». Оны жазған жаңа айтып өткендей Юрий Алексеевич Гагарин «Ғарышқа сапар» кітабынан, аударған Шәріпов Ыдырысов. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып 3-ші бөлім оқулығын 16-шы бетінде тұр. Түсініп оқиық. Ал енді балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. 18-ші беттегі 4-ші жаттығу. Автордың салмақсыздық жағдайы мен жердегі сипаттауына теңеу, эпитет сөздерін табайық. Дәптерімізге тауып жазып қояйық. Келесі тапсырма. 18-ші беттегі 6-шы жаттығу. Мәтінде сен үшін не қызық болды, не қиын болды, не қажет болды. Дәптерімізге жазып қояйық. Сонымен балалар, сабақ аяқталды. Білім шыны әдісі арқылы бүгінгі сабақты қандай деңгейде түсінгенімізді дәптер соңына жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.